Махаббат тақырыбына қалам тартпаған ақын да, жазушы да кемде-кем шығар сірә. Менің де кейіпкерім Шынар бала кезінен ата-анасының махаббатына бөлініп өсті. Ата-анасы да жалғыз қыздарының жағдайын жасап бақты. Былдырлаған бала тілін қызық көріп, Шынардың әр сұрағына екеуі ерінбей жауап беретін. Әкесі Марат жұмыстан қанша шаршап келсе де, тұлымы желбіреген құлыншағының айтқанын екі етпей бірге ойнайтын. Әкесіне сен жат, ат бой, мен атқа мінем, шу дейім деп қыңғылық салатын. Әкесінің арқасынан мініп алған Шынар шу деп сықылықтайтын. Осы кезде ас үйден анасы Жамал күйеуі мен қызына қызыға қарап тұрушы еді. Bir кезде Шынартай, әкең жұмыстан шаршап келді, мазасын алма ботам, деп Шынарды Мараттың арқасынан түсіріп жатады. Мама, тағы білілет, шу деймін деген сөзіне әкесі былдырлаған тіліңнен айналдым. Мамасы, тимеші қызыма деп ара түседі. Міне кеше ғана әкесінің арқасына мініп алып, шу деп жүрген Шынар бой жете бастады. Бұрынғыдай әкесі мен анасына көп еркелемейді. Мінезінде ұяңдық пайда болды. Құлыншақтарының қыз болып, бой жете бастағанын көрген әке мен ана енді қыздарының тек бақытын тілеумен болды. Шынардың сол қабағы түскен күндері екеуі де асты үстіне түсіп, біреу ренжітіп қойды ма екен деп жандары қалмайтын. Шынар да ата-анасының сөзін екі етпейтін ақылды қыз болып өсті. Аққұба, өңді, сұңғақ бойлы, талдырмаш қызға жігіттер де көз сала бастады. Бірақ жанына барып, бірдеңе деуге дәттері бармайтын. Шынар кластастары арасында да беделді, сабағында жақсы оқыды. Мектептегі олимпиада, спорт жарыстарынан қалмайтын. Бірінші сыныптан бірге оқыған құрбысы Марал екеуі мектептегі үздіктер тақтасынан түспеді. Білімі мен тәртібі жағынан екі құрбы күллі мектепке үлгі болды. Шынар үй тірлігіне де пысық болды. Анасына да қыз бала болу, білуге тиіс ақыл кеңестерін аямады. Екі сөзінің бірінде, қызым, әкең екеуміз өмір бақи сенің жаныңда болмаймыз. Ешқашан адамның ала жібін аттама, қолынан келсе, жақсылық жасаудан шаршама. Қыз бала үлкеннің алдын ешқашан кесіп өтпеген, үлкендердің батасын алсаң, жаман болмайсың. Қыз бала отбасының ұйытқысы, отбасының беркі болуда тікелей әйел адамға байланысты деген сияқты сөздерін айтудан жалықпайтын. Түу, анашым, өйтіп айтпаңызшы, әрдайым менің қасымда боласыздар. Әлі бірге шетелге шығамыз. Мен оқу бітірген соң, әкем екеуіңізді ертіп алып, үшеуміз саяхаттаймыз дейтін анасын құшақтап. Құлыным сол, адамның айтқаны бола ма? Алланың айтқаны бола ма? Тек әкең екеуміздің ақылымызды ешқашан ұмытпа. Әр жасаған жақсылығың алдыңнан шығады. Оқы, білім ал. Қыз бала өз арын қызғыштай қорғау білуі керек. Ұятта болса айтайын, қыз бала тек Ақбосаға аттаған соң ғана әйел атануы тиіс. Жігіттердің сиқырлы сөзіне сеніп қалма. Өз намысыңа болаттай берік бол. Шынар ұялып, тыңдағысы келмесе де, анасы айтып үлгеріп қалайын дегендей ақылын айта беретін. Оқушы кезінен кітап құмар, қыз өмірде шынайы махаббаттың болатынына күмән келтірмеді. Махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар деген Абай хакімнің жырларын жаттап отырып, түрлі қиялға шоматын. Ақбоз атты ханзадасын елестетіп жатып, ұйықтап кететін. Қараша айының ортасы болатын. Таңертең анасы ерте оятты. Қызым, сабағыңды қалып қойма, біз ауылдан орталығына барып келеміз. Шайыңды дайындап қойдым. Жылы кейін тоңып қаларсың деп бетінен сүйді. Әкесі сыртта көлігін оталдырып жатыр екен. Шынаржан, үйдің есігін ілуді ұмытпа. Жақсы, кешке келеміз ғой деген дауысын естіп, үстіндегі түнгі көйлегімен барып әкесінің мойнына асылды. Пап, кешікпеңдер, я, деді еркелей. Әрине, деді әкесінің қызын бауырына басып. Тоңып қаласың қызым. Барып кейін, деді анасы қызының бетінен сүйіп жатып. Шынар анасы дайындап қойған таңғы асын ішіп алып, алаңсыз сабағына кетті. 5-ші сабақ химия пәні болатын. Мұғалім сабақ түсіндіріп жатқанда есік ашылып, сынып жетекшісі Баян апай химия пәні мұғалімінің құлағына бірдеңе деп сыбырлады да, Шынар, жүре ғой, сені директор шақырып жатыр, деді. Класстастарының бәрі аң-таң. Шынар үнсіз апайының артынан ерді. Ішінен директор апай неге шақырды екен деген ой мазалады. Сынып жетекшісі Балғын апай директордың кабинетінің есігін ашып, кіре ғой Шынар, деді. Шынар жүрексіне есіктен кіре бере сос түйіп тұрып қалды. Әкесінің ағасы Қали орнынан тұра бере өзіне бір, директорге бір түсініксіз қарап тұрған Шынарды бас салып құшақтап, алтындарым-ау, енді қайтейін деп еңкілдеп жылап жіберді. Шынар не болғанын түсіне алар емес,
Тек бір жамандықтың болғанын жүрек шіркін сезе қойды. Мектеп басшысы Ләззат Амантайқызы мен сынып жетекшісі Балғын апай басу айтып жатты. Ары қарай не болғаны Шынардың есінде жоқ. Көзін ашқанда алдымен дәрігерді көрді. Орнынан атып тұрып, жан-жағына қарады да шыңғырып жіберді. Директордың кабинетінің іші азан-қазан болып кетті. Бәрі жабылып Шынарға көңіл айтып жатты. Сол күннен бастап Шынар өзін бүкіл әлемде жалғыз қалғандай сезінді. Ағайын туыс, әкесі мен анасының бауырлары жиналып, жол апатынан қаза болған ата-анасын арулап қара жер қойнына тапсырды. Жалғандағы ең жанасыз жандарын соңғы сапарға шығарып салардағы Шынардың көз жасы дүйім жұрттың сай-сүйегін сырқыратты. Бейшара бала-ай, қайтсын енді, бәрінен қаршадай қызға қиын болды. Құдай аясын, ең жалған-ай, десті жұрт. Әкесі мен анасының таңертеңгі жолға шығып бара жатып, кезек бетін сүйген аяулы жүздері, күлімсіренген соңғы бейнелері Шынардың жүрегінде мәңгілікке қалып қойды. Уақыт зырылдап өтіп жатты. Ата-анасының 40-ын өткізгенше туыстары Шынардың қасында болды. Қаралы қаза күллі әулеттің қабырғасын қайыстырса да, әркімнің өз шаруасы, өз отбасы бар. Ағайын туыс Шынардың ата-анасының 40-ын өткізген күннің ертесіне ары қарай қалай болатынын ақылдаса бастады. Мараттың ағасы Шынарды үйіне көшіріп алмақшы болып еді. Бұл ұсыныстан Шынар үзілді-кесілді бас тартты. Бәріңізге алғысым шексіз. Осы уақытқа дейін менің қасымнан табылдыңыздар. Ата-анамның орнын жоқтатпауға тырыстыңыздар. Мен де түсінемін. Сіздердің де өз тіршіліктеріңіз бар, деп тоқтап қалды. Төрден төменде отырған анасының әпкесі Сара Шынарға таңдана қарап отыр екен. Ішінен, ойпырмай, анасының аузынан түсіп қалғандай, бұрын қалай байқамағам, сөзі қандай салмақты, деп ойлады. Шынар көпшілікке бір қарап алды да сөзін жалғастырды. Жаз мезгілінде ауылға Алматыдағы Дарын мектебінің мұғалімдер келіп, бізден емтихан алған болатын. Сол емтиханның жауабы жақында келіпті. Мен сол мектепке қабылданыппын. Бір апта бұрын директорымыз шақырып алып, осы жаңалықты айтқан еді. Ата-анамның 40-ын өткізген соң жауабын айтайын деген едім. Міне соның сәті келді. Сіздерді де мазалағым келмейді. Қали көке, үйге өзіңіз бас-көз боларсыз. Мен Алматыға оқуға кетемін деп шештім, деп сөзін аяқтады. Небәрі 10-шы сыныпта оқитын 16 жастағы оқушы қыздың осыншама сенімді сөйлеуі, өзін үлкендерше ұстауы отырғандарды таңғалдырды. Үй ішінде бір сәт тыныштық орнады. Ешкімнің бір нәрсе деуге дәті шыдамады. Осында қал, Алматыға нең бар, деп айта алмады. Біраз үнсіздіктен кейін Қали көкесі сөз бастады. Айналайын, Шынаржан, Алланың ісіне не шара, қолымыздан бар келері марқұмдарға Құран бағыштау ғана. Саған риза болып отырмын. Бұрынғы кішкентай, ерке Шынар емессің, ақылың бар баласың. Мен саған бөтен емеспін. Менің үйім сенің де үйің. Енді сен де менің баламсың. Ана 5 балама қалай қарасам, саған да солай қарайтын боламын. Қайғы бәрімізге ортақ. Адам баласы басына түскен қайғыны болаттай берік болып көтере білу керек. Сенің мықтылығыңа тәнті болдым. Келбетің анаңнан аумай қалса да, қайсарлығың әкеңе тартыпты, деді, деп білдіртпей көзін сүрткендей болды. Қали көкесі бір жөткіндіріп алып сөзін жалғастырды. Ал Алматы жайына келсек, бұл шешіміңді құптаймын. Мектептегі ең алғыр оқушылардың бірі екеніңді білеміз. Оқы, білім ал. Өмірде білім артық етпейді. Білімдінің күні жарық. Еңсеңді әрдайым биік ұста. Талабыңа нұр жаусын. Мен ақ батамды беремін, деп сөзін аяқтады. Сонымен Шынар 3-ші тоқсанды Алматы қаласындағы дарынды балаларға арналған мектеп интернатының шаңырағын бастады. Қали көкесі мектеп директорына Шынардың ата-анасынан жақында ғана айырылғанын түсіндіріп айтты да, оқушылардың білмеуін өтінді. Біреуі болмаса біреуі көңіліне қаяу түсірер, сөз айтып қояр деп қорықты. Өзі Шынарды мектеп интернат басшысына тапсырып, ауылына қайтты. Талдырмаш бойлы әдемі қыз жаңа ортаға тез үйренісіп кетті. Өзінің басынан өткен қайғылы оқиғаны ешкімге тіс жарып айтпады. Сабаққа тиянақты дайындалып келетін алғыр оқушыны мұғалімдер де жақсы көріп кетті. Кластағы қыздар Шынармен дос болуды мәртебе санады. Ер балалар жағы сабақ сұрағансып, Шынардың көзіне түсуге тырысатын. Бірақ Шынар сабақта өте белсенді болғанмен, өзге уақытта үнемі томаға тұйық жүретін. Бос уақытында кітапханада отыратын. Соңғы уақытта өлең жаза бастады. Қаршадай қыздың ата-анасына деген жүрегіндегі сағыныш сезімі өлең болып өріліп жатты. Алматыда өткен қалалық олимпиадада Шынар өзінің бала кезден бергі құрбысы Маралмен кездесті.
Марал аудан намысын қорғау үшін физика пәнінен келіпті. Шынар математика пәнінен қатысқан еді. Міне, араға ай салып, қос құрбы қайта қауышты. Екеуі бір-бірін әбден сағынып-ақ қалыпты. Олимпиада 3 күнге созылды. Осы 3 күнде Шынар мен Марал бірге болды. Шынар ешкімге айта алмаған жан сырын тек Маралмен бөлісті. Марал, сен де біздің мектепке ауысып келсеңші, анаң директормен сөйлесіп көрсе, қалай болады? Үздік оқушының бәрі біздің сыныптан бір оқушы басқа мектепке ауысып кетті. Емтиханмен қабылдайтын шығар бәлкім, деп өтініш айтты. Білмеймін ғой, Шынар, анам не дейді екен? Мен де сөйлесіп көрейін. Маған қазір оқып жатқан мектебім ұнайды. Тереңдететін пәндерден жоғарғы оқу орнының мұғалімдері келіп сабақ береді. Ғылыми жұмыстар жасап жүрміз. Бұл мектептің бір ерекшелігі, оқушылар республикалық жан-жағынан жиналған. Бәр білімді, қолдарынан кітап түспейді. Бір-бірімен жарысып оқиды екен. Қыздармен де тез тілі табысып кеттім. Бірақ мұнда сенсіз бәрібір өзімді жалғыз сезінемін. Сен де осында оқысаң, екеуміз бірге жүретін едік. Өтінемін, Марал, анаңмен сөйлесші, мені жалғыз тастамашы, деді жанары жасқа толып. Марал құрбысын құшақтап, Шынаржан, жаным, анаммен міндетті түрде сөйлесемін. Егер мені қабылдап жатса, жақсы болар еді. Екеуміз бірге боламыз. Тек жыламашы, досым, деді құрбысын жасын сүртіп. Балалықтан есін жиып, бойжеткендік өмірге енді қадам басқанда ата-анадан айырылудың қаншалықты қасірет екенін Марал да түсінеді. Марал көк балалы отбасында дүниеге келген. Үйдің төртіншісі, өзінен үлкен бір ағасы, екі әпкесі және екі кіші інісі бар. Әкесі осыдан 2 жыл бұрын ауыр науқастан қайтыс болған. Әкесінің қазасы Маралға ауыр соққы болды. Әкесінің сүйікті қызы қатты күйзеліске түсті. Сол қиын кезде осы құрбысы Шынар әрдайым қасынан табылған болатын. Күйзелістен шығуына құрбысының көмегі көп тиді. Өмірде жанындағы ұғар досыңнан болғаны қандай жақсы. Марал да Шынармен бірге оқу үшін анасының рұқсатын алуға уәде беріп ауылға аттанды. Сондай-ақ құр алақан аттанған жоқ, 2-ші дәрежелі диплом иесі болып аттанды. Қос құрбының тілегі орындалып, 4-ші тоқсаннан бастап Марал Шынармен бірге оқитын болды. Мектеп-интернат директоры Маралдың білімдегі жетістіктерін көріп, емтихансыз қабылдауға шешім шығарыпты. Қандай қуаныш! Сонымен мектеп табалдырығын аттағалы егіз қозыдай ажырамаған Шынар мен Марал 1,5 жылдан кейін осы мектеп-интернаттың түлегі атанды. Мектеп бітіру кешінде Маралдың анасы сөз салып, мектеп-интернат әкімшілігіне аналық алғысын айтты. Мектепті алтын белгімен бітіріп отырған қос құрбының ортақ анасы екенін айта келіп, сөзінің соңында Шынаржанның ата-анасы бірі болғанда қуаныштан төбелері көкке бір ел жетпей қалған болар еді. Алланың ісіне не шара? Айналайын Шынаржан, сен өзіңнің ата-анаңның берген тәрбиесін, ұстаздарының берген білімін ақтадың, деп көзінің жасын сүртті. Мұғалімдер жағы көзіне жас алса, кейбір оқушылар бір-біріне қарап, не болғанын түсіне алар емес. Кластастары 2 жыл өздерімен бірге оқыған Шынардың ата-анасы жоқ екенін естімеген еді. Осыншама уақыт өз қайғысын ішіне сақтап, өзгеге ауыртпалық салмаған, қайсар қыздың мықтылығына тәнті болмаған жанға кемдегем шығар, сірә. Бір шаңырақ астында білім алып, интернаттың бір тілім нанын бөліп жеген түлектер ұяларынан ұшып, білім қуып жан-жаққа кетті. Шынар мен Марал да Алматы қаласындағы білде-бір оқу орнының физика-математика факультетінің студенттері атанды. Орнында бар оңалар деген, осылай қос құрбы қызығы мен қуанышы мол, адам өмірінің ең бақытты шағы студенттік өмірдің қызығына еніп кетті. Шынар студенттік өмірдің бірде аш, бірде тоқ өмірін бастап кешіріп жатты. Соңғы нанын бөліп жеп, кешкі асқа кейде көшеден шебуреки сатып, жей салатын студенттік шақтың қызығы кімде болса да бейжай қалдырмасы анық. Бірде группадағы Шара есімді қыздың туған күні болатын болды. Шара ауылдас қыздарымен пәтер жалдап тұратын. Бұл отырысқа Шынар да шақырылды. Марал ауылға кеткен еді. Қасында Марал болмаған соң барғысы келмеп еді. Шара қиылып қоймаған соң амалсыз келісті. Шара өз туған күніне ауылдастарында қосып шақырған екен. Кештің тізгіні Шараның кластасы Беріктің қолында болды. Берік керемет шешен болмаса да өте сұңғыла жігіт екен. Қыз жігіттердің көңілін тауып, қалжыңменен отырысты қыздыра түсті. Әлсін-әлсін Шынарға сөзбен тиісіп те отырады. Көзбен де ішіп жеп барады. Шынар ыңғайсызданып қайтқысы келіп еді, оған Шара көнбеді. Берік болса ебін тауып, биге де шақырып үлгерді. Билемеймін деуге ұялды. Билеп жүріп те Берік Шынардың құлағына күлдіргі бірдеңелерді айтқан болады. Өзінің қалжыңы қызға ұнай ма, ұнамай ма,
тіпті жұмысы жоқ сияқты. Әзіл әңгіменің де түбін түсіреді екен. Жиналған жастардың бәрін қыран-топан күлкіге қарық қылуда. Сағат 10-ға таман жастар үйіне, біреулері жатақханасына тарай бастады. Шынар шығуға ыңғайланып, пальтосын киіп жатқанда қайдан тап болғаны белгісіз Берік жетіп келді де: "Қарындас, асығыссыз ғой тегі" деп әй-шәй жоқ Шынардың пальтосын қолынан алып, өзі кигізе бастады. "Рахмет, әуре болмаңыз, өзім" дегенді тыңдар Берік жоқ. "Сіздей сұлуға қызмет етуге әрдайым дайынбыз" деп жымың-жымың етеді. "Ойпырмай, мынадай бетуәсіз жігітте болады екен-ау" деп ойлады Шынар. Берік Шынармен ілесіп сыртқа бірге шықты. Әңгімесі бітер емес. Бірге тұратын қыздар күтіп тұр екен. "Шынар, бірге қайтамыз ба?" деді. Жазира деген қыз Шынарға бір, Берікке бір қарап: "Әрине, мен осында қалдырып кететін түрлерің бар ғой тіпті", деді Жазираның сөзіне өкпілеп. "Қайдан білейік", деді Жазира Берікті ымдағандай болып. "Қыздар, шығарып салуға рұқсат етіңдер", деді де қыздардың жауабын күтпестен Шынар мен Жазираны қолтықтай жөнелді. Қыздардың бірдеңе деуге мұршасын да келтірмеді. Күлдіргі әңгімесін тағы бастай жөнелді. Шынар өмірінде осындай бір түрлі жігітті бірінші рет көруі. Бұлай қарасаң әңгімесі жап-жақсы, бірақ арсың-гүрсің бе қалай өзі. Арам ойы жоқ сияқты, бірақ өзгенің пікірімен санасуды мүлдем білмейді. Өзі айтады, өзі шешім қабылдайды. Қызық екен өзі деп ойлады Шынар. Аялдамаға жақындағанда автобуста келе қалды. Шынар қолын жұлып алып: "О, автобусымыз келіп қалыпты. Сау болыңыз, жүріңдер. Жазира, Майра" деп құрбыларын автобусқа қарай сүйрей жөнелді. Берік аузын ашып та үлгермей қалды. Қыздардың автобусқа мінгені сол еді, автобуста жүріп кетті. "Ух", деді Шынар. "Неге сонша асықтың, Шынар? Жап-жақсы жігіт сияқты ғой". Жазираның сөзіне Шынар үндемеді. Бетіне бір қарады да қойды. "Түсінікті" дегендей Жазира да ары қарай қазбалап сұрамады. Ертесіне Берік Шынарлар тұратын жатақханаға келді. Жатақхананың сыртында біраз жүрді. Ішке кіруге көңілі дауаламады. Сәл уақытта дүкенге шыққан Жазираны көріп қуанып кетті. "Бұл жерде қайдан жүрсің?" деді. Жазира таңданысын жасыра алмай: "Жақын жерде дос балам тұратын еді, соған бара жатырмын" деді. "Сені алыстан көріп амандасайын дегенім ғой". "Иә, осы жатақханада тұрасыңдар ма? Апыр-ай, сендерді көрем деп кім ойлаған?" деп зуылдап жатыр. Сол күннен бастап Берік әр нәрсені сылтауратып жатақханаға жиі келуді шығарды. Шынармен бөлмелес қыздармен дос болып алды. Шынардың жақтыра қоймағанын сезсе де қыңқ дейтін Берік жоқ. Қасындағы қыздарға әңгімесін айтып, домбырамен әнін шырқап, отырған жерін той-думанға айналдырып жіберді. Орта бойлы болғанымен өте келбетті жігіт. Жүрген жерін шаттыққа бөлейтін көңілді жігітке қыздар жағы да кетәрі емес. Берік қыздардың бәріне ұнайды. Тек не істесе де Шынарға жақпай-ақ қойды. Берікті көрсе жыландай жиырыла қалатын. Осының намысы жоқ бекен деген ойда келетін. Оған қарап жатқан Берік жоқ. Өзі жомарт-ақ. Апта сайын киноға 10 шақты билет алып келеді. Жолдастары да көп. Күнде бір досымен келеді. Қыздар қолқалап қоймаған соң амал жоқ. Шынар да еретін. Кинодан шыққан соң киноға апарған 10 шақты қызға балмұздақ әпереді. Аздап асабалық өнері болған соң тойға шығып ақша табады екен. Қыздардан онысын да жасырмайды. Киноға барғанда тегін балмұздақ жегенді кім жек көрсін? Берік келгенде қыздар жағы жандары қалмай күтіп алады. Барын алдына тосып шайын береді. Берік болса: "Сендерден аяғанымды ит жесін" деп қояды арасында мақтанып. Қыздар да қу емес пе? Беріктің Шынарды жағалап жүргенін біледі. Арасында қу тілді балжан: "Осы сен қайсымызға ғашықсың осы?" дейді ғой. Оған Беріктің жауабы дайын: "Мен бәріңе ғашықпын ғой, менің жүрегіме бәріңде сиясыңдар" деп әндете жөнеледі. Қыздар, елікпегенем, еліктірдіңдер, желікпегенем, желіктірдіңдер, әттең-ай әттең, жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп беререм" әндетіп отырып көзінің қиығымен Шынарға бір қарап қояды. Шынардың бір таңғалатыны, Берік апта сайын бұлардың жатақханасын жағаласа да, қыздардың ортасына ғана батыл. Кейде қыздар байқамағансып білдіртпей сыртқа шығып кетеді. Ойлары Берік пен Шынарды оңаша қалдыру. Ал Берік болса, Шынармен оңаша қалып қойған сәтте қипақтап, тілін жұтып қойған баладай ештеңе айта алмайды. Шынардың мысы баса мекен, әйтеуір ғашықтың тілі тілсіз тілдің кері келеді. Бірде оңашада марал шыдамай: "Осы Беріктікі не деймін де, бір қарасаң батыл, пысық жігіт сияқты. Саған сөйлегенде тіл аузын жұтып қоятын несі екен?" Шынар үндемеді. Марал қояр емес: "Шынар, шыныңды айтшы, саған Берік мүлде ұнамай ма?" Шынар біраз ойланып отырды да:
Тіпті білмеймін, ұнайды, ұнамайды деп айта алмаймын. Бұлай сөзі тәуір сияқты. Бірақ бір қызығы маған осы уақытқа дейін арнайы ештеңе айтқан емес. Кейде сендер сылтауратып бөлмеден шығып кетсеңдер, өзін қоярға жер таппай, әр нәрсені бір шатып, бірдеңе дегендей болады. Бірақ батыл ештеңе айта алмайды. Сонысына ызам келеді. Тіпті аяп кетемін, деді Шынар. Байғұс-ай, сен ұрысып бетін қайтарып тастай ма? Қорқатын көрінеді. Оны кластасы Шараға айтыпты. Шынарды өлердей жақсы көремін, бірақ бетімді қайтарып тастайма деп есескенемін депті. Осындай да торымыз болады екен-ау, деді Марал иығын қиқаң еткізіп. Шынар, бірдеңе айтайын ба? Сен әлі махаббатыңа кездеспеген сияқтысың. Негізі Берік саған лайық жігіт деп айта алмаймын. Байғұс сенен бекер үміттеніп жүр. Сен оны сүймейсің. Әрине сүймеймін, қайдағыны айтпа. Сүйгені нес? Тіпті бұл жерде ол сөз артық. Осылай қос құрбы сүю, махаббат ұғымдары туралы біраз пікірлесті. Ойлары да бір арнада тоғысып жатты. Сол жылы көктем ерте шықты. Жердің жүзі ақ көрпесін ысырып тастап, қызылды жасылды көйлегін киіп, құлпырып шыға келді. Табиғат анамен бірге қыздар қауымы да қырдың қызыл гүліндей көздің жауын алып, жайнап шыға келді. 3-ші курсты аяқтауға жақын қалған Шынар Наурыз мерекесіне ауылға баратын болып, ауылға қайтатын автобусқа билет алды. Билетті артқы орыннан екен. Сабақтан асығып шығып, әрең үлгерген Шынар билеті бойынша орнына жайғасты. Автобус жүргелі жатқанда алқынып-жұлқынып бір жігіт мінді. Билет бойынша орнын іздеп еді, тура Шынардың қасы болып шықты. «Сәлеметсіз бе қарындас, рұқсат етіңіз» деп орнына жайғасты. «Сәлеметсіз бе?» деді Шынар. Жігіттің әбден жүгіргені көрініп тұр. Отырған соң да біраз ентігін баса алмады. Онысына ыңғайсызданды ма екен, әйтеуір қозғалақтай берді. Шынар мән бермегенсіп, терезеден сыртқа көз тастады. Ойланып кетіпті. Не деген әдемі қала. Кейде осы сұлулықты байқай бермейміз ғой, деген жігіттің сөзін ойы бөліп жіберді. Шынар, дегендей басын изеді. «Сізге Алматы ұнай ма?» деді бейтаныс жігіт сөзін жалғап. «Ұнайды», деді Шынар, үндемей отыруды әдепсіздік санап. «Талғамымыз ұқсас екен. Оған қандай талғам керек? Алматыны жақсы көрмейтін жан жоқ шығар», деп ойлады Шынар іштей. «Баспаға соғып мақаламды қалдырам деп жүргенде автобусқа әрең үлгергенімді қараңызшы», деді жігіт. «Оны неге айтып отыр? Журналист екен, мақтаншақ біреу болды ғой», деп ойлады тағы да. Айтпақшы, жүздің түсін білгенше бірдің атын біл деген. Таныса отырайық қарындас. Менің есімім Қайсар болады, деп қолын ұсынды. Шынар, тамаша есім. Шынар тауда өсетін алып қасиетті ағаш қой. Баяғыда Төле би бабамыз шынар ағашының саясында отырып, келелі мәселелерді шешеді екен. Айтпақшы, Түркияның Бурса қаласында 400 жылдан астам жасаған шынар ағашы бар екен. Көлеңкесі саялы ағашты қай халықта болсын киелі санайды. Есіміңізді кім қойса да керемет екен, деді Қайсар. «Рахмет, шынар ағашы туралы көп біледі екенсіз. Оны кім білмейді? Шынардың шыбығы деген кітапты оқыған ба едіңіз?» Айтпақшы, сіз ауылыңызға бара жатырсыз, қателеспесем. Деп күліп жіберді Шынар. Жігіт күлетіндей не айттым дегендей түсініксіз қарады. Шынар күлкісін тыйып, «Кешіріңіз, өзімді бір сәт алдында тұрғандай, сіз тергеуші секілді елестетіп кеттім ғой». Күлкінің себебін түсінген Қайсар қоса күлді. «Жоқ, сіз әйгілі тұлғасыз. Мен сізден интервью алушымын». Бұл жолы екеуі қоса күлді. Олай болса жалғастыра беріңіз. Тағы нені білгіңіз келеді?» деді Шынар даусын өзгерткен күйі, танымал адамның рөліне еніп. «Осыншама алыс жолға шығуыңыздың себебі неде?» Қайсар да рөліне еніп үлгерген. Екеуі тағы күлді. Әңгімелері де жараса кетті. Алғашқыдай емес, екеуі бұрыннан танитын жандарша сөйлесіп кетті. Қайсар күлкісін тыя қойып, Шынардың құлағына жақындап, «Мына жақтағылар сіздің танымалдығыңызды көре алмай отыр, түрлерінен байқалады», деді сыбырлап. Шынар аузын басып күлкісін тыя алар емес. «Даусымыз қатты шығып кетті-ау, ұят болмасын», деді Шынар. Осы мамандықтың әдеті ғой», қанға сіңген. Газетке материал дайындау барысында күніне бірнеше адамнан сұхбат алуға тура келеді. Кейде осылай артық кетіп, ұятты болып қаламын. Кешіріңіз, сұрақтың астына алсам. Журналист екенсіз ғой. Журналистиканы бітіргеніме 2 жыл болды. Облыстық газетте аймақ тілшісімін. Бүгінде ауыл өмірі жайлы мақала жазу үшін жолға шыққан жайым бар. «Айтпақшы, сіз қай ауылдансыз?» деді де Қайсар күліп жіберді. «Тағы сұрақ қойыппын ғой», деді қызарақтап. «Өмірдің өзі сан қилы сұрақтардан тұрады емес пе?» деді Шынар. Қайсар Шынардың жүзіне енді анықтап қарады. Әдемі қыз екен, сөзі де салмақты, жымиғанда ернінің үстіндегі меңі ерекше сүйкімділік береді екен.
Мектепті биыл бітірген қызға ұқсамайды. Шатаспасам 3-ші не 4-ші курс студенті-ау. Қайсар мен Шынардың көзі бір сәтке түйісіп қалды. Шынардың бойын бір жалын шарпып өткендей түсініксіз бір сезім жылт етті. Ыңғайсызданған Шынар көзін тайдырып әкетті. Бұрын мұндай сезімді бастан кешірмеген бойжеткен қылмыс жасағандай өзін қоярға жер таппады. Бағанағы сұрақ қойғыш Қайсарда үн жоқ. Ол да өз ойымен өз әуре. Дегенмен Қайсар бүгінгі кездесудің бекер өтпестігін сезді. Шынарға тағы да қарағысы келді, бірақ қызға ыңғайсыздық тудырғысы келмеді. Бойындағы алапат сезімін ақылға жеңдіруге тырысты. Осы сәтте автобус жүрісін баяулатып, аңыранып барып, тамақ ішетін жерге тоқтады. Құрметті жолаушылар, 20 минутқа сыртқа шығып, тамақтанып алыңыздар. Бәріңіз түсіңіздер, автобусты жауып кетемін, деді жүргізуші дауыстап. Жүріңіз, әлі бірер сағат жүретін сияқтымыз, тамақтанып алайық, деді Қайсар. Жол бойындағы асханадан Қайсар мен Шынар бірге тамақтанып, біраз әңгімелесті. Шынардың ауылы аудан орталығына 15 шақырым жетпей болатын. Шынар: «Жақсы, сау болыңыз», деп жолда түсіп қалды. Қайсар ары қарай аудан орталығына жол тартты. Шынар мен Қайсардың таныстығы осылай басталды. Шынар ауылда бір аптадай болып, мерекеден кейін Алматыға қайтты. Ауылдан әкелген базарлығын ортаға қойып, қазанға ет салып, 2 бөлменің қыздарын күтті. «Ауылды сағынып кеттім», деді атыраулық Феруза. «Ет жемегелі қашан? Түү, исін-ай», деп тамсанды Жазира. «Ауылым жақын болса, барып келер едім», деді оралдық Самал. Республиканың әр түкпірінен жиналып, студенттік өмір бір арнаға тоғыстыратын арманшыл қыздар өте тату еді. Ауылдарынан келген базарлықты бір үйдің баласындай бөліп жейтін. Менікі, сенікі деген ұғымды білмейтін. Бәрі ортақ. Жігітке кездесуге шығар болса, осы 10 қыз бір киімдерін ортаға салып, әлгі қызды сыққ етіп киіндіріп жібереді. Одан кейін кездесудің қалай өткенін бүге-шігесіне дейін сұрап, сұрақтың астына алғанда прокурорның жайына қалатын. Бүгінде қылқылдаған жылқының етін жеп отырып, қыздар бір-бірін қағытып, Шынар жоқтағы жаңалықтарды айтып жатты. Айтуларына қарағанда, Берік мереке кезінде тағы келіп, қыздарды сыйлықпен қарық қылыпты. Ол байғұс сен болмаған соң жетім қозыдай көңіл күйі болмады, деді көрші бөлмеде тұратын Мағрипа Шынарға тиістіре сөйлеп. «Расей, неге кетті?» деп сұрай берді ғой. «Мына балжан немене, біз тақияңа тар келіп тұрмыз ба?» деп тиісіп қоймады. «Байғұс қызарақтап кетті», деді Мағрипа күліп. «Осы Берік туралы айтпаңдаршы, адамның көңіл күйін түсіріп». Берік, содан басқа әңгіме жоқ па?» деп ренжіді Шынар. «Осы сенің Берік десе жының бар. Маған сөз айтса, сол күні-ақ өзім тиіп кетерем», деді күлдірді Жанар. «Қыздар, шын айтам, Берік маған мүлде ұнамайды», деді Шынар тағы да. «Осы сөзіңде тұр. Болды, Берік бүгіннен бастап менікі», деді Жанар Шынарға қарап. «Қолтығыңа қысып жүресің бе?» деді Феруза күлкісін тия алмай. «Ол сенің беліңнен келеді ғой». Қыздардың бәрі күлкіге қарық болды. «Несі бар? Махаббат фигураға қарамайды», деді Жанар. Расында Жанар бойы ұзын, өте ірі қыз, өте қалжыңбас. Берік оның қасында бала сияқты. Соны айтып қыздар біраз күліп алды. Шынар бала кезінен жақсы білетін Марал құрбысының сөзіне ойланып қалды. Ішінен, бұлай нық сеніммен сөйлеуіне қарағанда, көңілі біреуді ұнатқан ғой деп ойлады. Әй, бұл тегін емес, оңашада сұрау керек. Маралдың күдігі дұрыс еді. Қайсармен танысқан күннен бастап Шынардың мінезі өзгерді. Күні-түні ойынан Қайсар шықпай қойды. Қанша ойламайын десе де, жолда танысқан жігіттің бейнесі көз алдына келеді де тұрады. Кітап оқып отырып, қалай Қайсарды ойлап кеткенін білмей қалады. Шынардың тұңғиық ойға батып жүргенін Марал да байқап жүрді. Әлде ауылға барған соң ата-анасын ойлап, көңілі түсіп жүр ме екен, сұраймын деп жанына тағы жаралап алармын деп қорықты. Берік тағы 2-3 күн келіп кетті. Бірақ Шынар басым ауырып тұр, мен ешқайда бармаймын деп шықпай қойды. Осы да басыма бәле болды, берген сөзім жоқ, басымды қатырмасыншы деп кесіп айтты. Қайсар іздеп келетіндей күнде елеңдеп күтіп жүрді. Содан бері бір айдан аса уақыт өтті. Шынардың үміті үзіле бастады. Осы мен ақымақпын ба? Оны неге күтіп жүрмін? Ол баяғыда мені есінен шығарған шығар. Есінен шығарғаны нес? Тіпті ойламағанда болар. Вообще-то ол не үшін мені іздеп келу керек? Осындай әртүрлі қағынды ойлар жанын жегідей жеген Шынар Қайсар туралы ойламауға тырысты. Өз сезімінен өзі алысып жүріп, сабағына ден қоюды қойған еді. Жоқ, мұным ақымақтық,
қайдағы біреуді ойлап сабағымды қолға алуым керек. Шынар өз-өзіне сөз берді. Сессия уақыты жақындап қалғандықтан бар ойы емтиханды үздік тапсыру болған. Шынар кітапхананың есігін жауып бірақ қайтып жүрді. Мамыр мерекесіне демалыс берген жақын тұратын қыздар ауылдарына кетті. Марал жеңгесіне қолғабыс жасау үшін ағасының үйіне кеткен. Бөлмеде Шынар бір өзі қалды. Кітапханадан кеш келіп ұйықтап қалыпты. Таңертең 9-да бірақ оянды. Ұйқысы қанып қалыпты. Төсегінде керіліп біраз жатты да бір түрлі көңілді тұрды. Өлең айтып жүріп төсегін жинады. Жуынып келіп айнаға көз салды. Өзіне қарап тұрған сұлуға сүйсіне қарады. Шашын жинап өзін ретке келтірді. Таңғы асын ішіп болып терезеден сыртқа қарап еді. Ауа райы керемет болып тұр екен. Кенет орнынан атып тұрып киіне бастады. Саябаққа барғысы келді. Сыртқа шыққалы жатқан сол еді. Есік қағылды. Есікті ашып қалып көз-көзіне өзі сенбей тұрып қалды. Есікті ашқан Шынар аңырап тұрып қалды. Сәлеметсіз бе, Шынар? Мына дауыс қандай жағымды дауыс. Құлағы шыңылдап кеткендей болды. Бас салып құшақтай алғысы келген Шынар өзін тез жиып алды. Сіз мұнда қайдан жүрсіз? Кіруге рұқсат па? Деді жігіт жымиып. Иә, сәлеметсіз бе? Кіріңіз. Жігіт ішке кірді. Жоғары шығыңыз, деді Шынар. Жігіт жан-жағына көз тастап тап-тұйнақтай бөлмесіне көзімен бір арылып шықты да орындыққа барып отырды. Мұндай уақытта мазалағаным дұрыс болмады. Кешірім өтінемін. Жоқ, бәрі дұрыс. Тек аздап таңғалғаным рас. Шай қояйын, деп Шынар орнынан тұра беріп еді. Әуре болмаңыз, егер уақытыңыз болса, таза ауада серуендеуге қалайсыз? Шынар бірден келісе кетуге ұялды. Қайдам, шаруаңыз болса осында да айта беріңіз. Айтпақшы, ауыл туралы мақалаңыз шығардыңыз ба? Иә, соны алып келіп едім, деп қолындағы газетті Шынарға ұсынды. Ауыл адамдары қатты ұнады. Еңбек адамдары туралы кітап жазса да артық болмас. Газетті қолына алып Шынар бір шолып шықты. Жарайсыз, құтты болсын. Рахмет. Өткендегі ауыл сапарынан кейін ауылдан хабар келіп, шұғыл жолға шығып кеткенмін. Әйтеуір амандық болар. Анам сырқаттанып қалыпты. Дәрігерге көрсеттік. Шүкір, қазір жағдайы жақсы. Ауылдан келгеніме 2 күн болды, деді жігіт. Бәсе, әйтпесе баяғыда мені іздеп келер еді ғой. Ой, тағы да не деп дәметіп отырмын. Осы менің есім ауысқан шығар. Не шаруамен келді екен? Мені іздеп келді деп қуануыма жол болсын. Тіпті мені не үшін іздеп келуі керек? Шынар тағы тұңғиыққа шомып бара жатыр еді. Ауа райы керемет болып тұр, дегенде тағы есін жинап үлгерді. Қуана қоймағанына қарағанда мені күтпеген болды ғой. Әлде біреуді күтіп отыр ма екен? Мен де қызықпын. Өзімше сырттай үйімденіп алыппын. Жігіті бар шығар бәлкім. Жігіт өз ойынан өзі шошып кетті. Олай болуы мүмкін емес. Сен қайдан білесің? Бәрі де мүмкін, деген үшті ой жігіттің санасында арпалысып жатты. Жарайды, сіз сыртта күте тұрыңыз. Мен артыңыздан шығамын, деді Шынар ойға шомып кеткен жігітке қарап. Жігіттің жүзі бал-бұл жайнап шыға келді. Иә, бұл қайсар болатын. Шынардың көптен күткен қайсары. Тек бұл кездесудің арты неге ұласары келешектің еншісінде еді. Сол мамыр айының тамылжыған тамаша күнінен бастап Шынар мен қайсардың жұбы жазылмады. Жүректерінде махаббат сезімі күннен күнге өрши түсті. Тек бұл махаббат өзге біреудің жүрегіне тікен болып қадаларын кім білген. Қайсар мен Шынардың бүкіл университетке мәлім болған ертегідегідей сезімі Беріктің жүрегіне қанжар болып қадалды. Берік тіпті бұрынғы Берік емес, мүлде өзгеріп кетті. Бірнеше рет Шынарды оңаша күтіп тұрып сөзге тартты, жалынды, өлердегі сөзін айтты. Аспандағы айды әперуге дайын екенін айтып, қыздың аяғына жығылды. Шынар Берікке жақсы көретін жігіті барын айтып, енді өзіне жақсы қыз жолықтыруын тіледі. Мәдениетті адамдарша сөзбен түсіндірмек болды, бірақ Берік тыңдай қоймады. Шынар Берікті мүлдем танымай келіпті. Ашуланған Беріктің түрі кісі шошырлықтай еді. Сен нағыз өтірікші, 2 жүзді екенсің. Сен менің сезіміммен ойнап келдің, деді Берік дауыс көтеріп. Жай сөзге түсінбесін түсінген Шынарды ашуға мінді. Менен аулақ жүр. Білдің бе, мен саған ешқашан уәде берген емеспін. Сырттай иемденіп жүретіндей мен саған зат емеспін. Аулақ жүр, деп кесіп айтса да, Берік тыңдағысы келмеді. Кетіп бара жатқан Шынардың қолынан ұстай алып, жұлқи жөнелді. Жібер қолымды, оңбаған. Сен қыз әлі көресің менен. Әр жағынан қыздар келіп қалмағанда ары қарай не боларын ойлаудың өзі қорқынышты еді. Шынар болған оқиғаның Қайсарға айтпады. Берік екеуі жаға жыртысып қалар деп қорықты. Сол күннен бастап Берік көрінбей кетті. Құтылдым ғой әйтеуір. Ол да жаман жігіт емес еді. Түсінген болар, деп бұл оқиғаны Шынар ұмытып та кетті. Уақыт
шіркін зырылдап өтіп жатты. Шынар 4-ші курстың алғашқы семестрін аяқтап, дипломдық жұмыс жазуға кірісті. Группадағы 7-8 қыз тұрмысқа шығып үлгерді. Шынар Қайсар екеуі жазда үйленетін болып уәделесті. Екі жақта той қамына кірісіп кетті. Қайсар мен Шынар Мұхтар Әуезов атындағы драма театрына келді. Екі жас апта сайын театрға баруды әдетке айналдырған болатын. Бүгін еңлік кебекке 3-ші рет келулері. Спектакльдің 1-ші бөлімі аяқталып, антракт басталды. Тамақтанып алайық, деді Қайсар Шынарға аялап қарап. Жарайды, деді Шынар да жымиып. Екеуі буфетке келді. Кезек күткен адам көп екен. Бұлар да кезекке тұрды. Осы кезде буфетке екі жігіт кірді. Охо, Берік, мына кезекті қара, деді ұзын бойлы қара торы жігіт. Бұл Беріктің досы Асан еді. Қой Асан, мына кезек бүгін бітпес. Кеттік деп Берік шығып бара жатыр еді. Берік, тоқтай тұршы, анау тұрған сенің сұлуың емес пе? Деп иегімен кезекте тұрған кісілер жақсы нұсқады. Түсінбеген Берік Асан көрсеткен жаққа қарады да түрі бұзылып кетті. Шынар дәл өзі, деді Асан. Қасындағысы жігіті болу керек. Қол ұстасып алыпты. Екеуі тіпті жарасып-ақ тұр. Шынар жігітке қарап бірдеңені айтады. Екеуі күледі. Өздері көңілді. Беріктің көзі екеуінің қолдарына түсті. Жігіт Шынардың қолын ұстап алыпты. Беріктің ішінде қызғаныш сезімі жылт ете қалды. Жүрегі де шым еткендей ме өзі. Оның үстіне Асанның екеуі жарасып-ақ тұр деген сөзі ішін тырнап өтіп қызғанышын үдете түсті. Асан Беріктің түрі бұзылып кеткенін байқады да, қой кеттік, деді Беріктің иығынан тартты. Жоқ, Берік Асанның қолын сілкіп тастап кезекке қарай жүрді. Ой, не істемекшісің, Берік? Берік, тоқта деймін. Берік кезекте тұрған Шынар мен Қайсардың су сыртынан келді де, енді байқаған адамша. Шынар, деді таңданған даусымен. Шынар таныс дауысқа жалт ете қарап еді. Артында Берік тұр екен. Жүрегі зырқ ете қалса да, Шынар білдірмеуге тырысты. Берік, қайдан жүрсің? Сіздер жүрген жерде бізде жүруге болмай ма? Деді Берік Шынардың жанында тұрған Қайсардың басының аяғына дейін сынай қарап. Қайдағыны айтпашы, қалың қалай? Жақсы. Екеуінің әңгімесін Қайсар үнсіз тыңдап тұрды. Қайсардың жынына тегісі келіп, өзің тіпті құлпырып кетіпсің, деді Шынарға ішіп жей қарап. Шынар ыңғайсызданып Қайсарға қарады. Бейтаныс жігіттің сөзі шамына тисе де, Қайсар өзін ұстай білді. Әлі өзгермепсің, Берік, деді Шынар қабағын түйіп. Жігітіңмен таныстырмайсың ба? Танысып қойыңдар, деді Шынар. Берік, Қайсар екеуі қол алысқанда айқаса түсетін арыстандарша бір-бірінің қолына қыса түсті. Оны сезген Шынар, Қайсар, мына кезек біткенше спектакль басталып кетер, деді кеттік дегендей. Жарайды жаным. Қайсар да жаным деген сөзді Берікке әдейі естірте айтты. Берік, танысқаныма қуаныштымын. Жақсы, біз кеттік, деп Шынарды қолтықтап шығып кетті. Берік екеуінің артынан ұзақ қарап тұрды да, ішінен бәрібір мендік боласың, Шынар. Осыдан қарада тұр. Айтқаным айтқан, деді тістеніп. Ал мына кебекті кетіп бара жатқан Қайсардың артынан саусағымен тапаншаның шүріппесін басқандай әрекет жасап, түф, деді де мылтықтың атылған даусын салып. Беріктің әр қимылын бағып тұрған Асан, осы Берік бірдеңені білдірмесе жарар еді, деді іштей. Берік Шынарды ұмытқандай болып еді. Кешегі кездесу Беріктің жүрегіне тағы шоқ салып кетті. Қайсарды көрген күннен бастап, Шынар менікі болу тиіс деген ой Беріктің санасын жаулап алды. Шынар мен Қайсардың бақытты жүздері Берікті түн ортасында төсегінен атып тұрғызатын. Ауру адамша, Шынар менікі деген сөздерді қайталай берді. Қалай да қызда қолға түсіруді, айла тәсілін ойлап табуым керек. Тек қалай? Осыны ойлап талай көрер таңды көзімен атқызды. Міне бүгінде қала халқы шырт ұйқыда жатқанда Берік өзінің арамза ойын іске асырудың шешімін таппай, темекіні бірінен кейін бірі үздіксіз тарта берді. Бір кезде жынды адамша орнынан атып тұрып, таптым, деді саусағын шошайтып. Жерден 7 қоян тапқандай қуанып кетті. Жалма-жал бөлмеге кірді де, ұйықтап жатқан Асанды жұлқылай бастады. Асан, Асан, деймін. Тұршы. Асан басын көтеріп терезеге қарады да, әлі таң атпағанын көріп, қайта жастыққа бас қойды. Асан, не болды жарым түнде? Шайтан түртті ме? Нең бар, не түртсе де? Тұршы, ақылдасатын шаруа бар, деді. Маңызды мәселені шешетіндей. Орындыққа барып отырып жатып, Асан көзін уқалап ұйқысын аша алар емес. Не шаруа ол түннің ортасында шешілетін? Ертеңде күн бар емес пе? Оның сөзін тыңдайын деп отырған Берік жоқ. Өз ойын іске асыруға асық. Асан, Шынарды қайтсе Қайсардан ажыратамыз, соны білесің бе? Ол екеуін Құдай ажыратпаса, адам ажырата алмас, деді Асан сел соққана. Қателесесің досым. Білгішім, сонда не істемекшісің?
Қайсарды шалқасынан түсіру керек, екі аяғын аспаннан бір-ақ келтіру керек, деді жаңалық ашқандай мәз болып. Асанның көзі бақырайып кетті. Сонда Қайсарды: жоға, сен түсінбедің, оған қолымды бұлғамаймын, он этого не стоит, деді Берік соңғы сөзін орысшалап. Енді тек түсінсем бұйырмасын, ашып айтсаңшы жұмбақтамай. Қайсар да сау сиырдың боғы емес шығар, оны Шынардың алдында қарабет болатындай амал табуымыз керек. Мен бір қызды білемін, бізге сол көмектеседі. Жақсылап ақшасын төлесек, Қайсардың аяғын аспаннан келтіреміз. Тіпті жұмысынан да шеттетіп, әріптестері безіп кететіндей жасаймыз, деді Берік екі алақанын ысқылап. Ой, ақылдым-ай, егер олай болмай шықса ше, Қайсарды жолдан алып тастадық делік, сонда Шынар саған жүгіріп келеді деп ойлаймысың? Өзіңе соншалықты сенімдісің бе? Келеді, еще как келеді. Берік, мен сенің жаныңды түсінбеппін, кешірші, деп мүләйімсіп келеді әлі. Осыдан қарада тұр, көресің менен басқа кімі бар оның, деді кеудесін қағып. Егер осы Қайсар болмағанда, Шынар баяғыда менікі болар еді, деді тістеніп. Асан қарқылдап күліп жіберді. Ой, Бекежаным-ай, бір кезде Бекежан да солай ойлаған. Жібек тиді ме Бекежанға? Қалың ел бетінде түкірген жоқ па? Байқа досым, отпен ойнаймын деп шоғыңа өзің күйіп қалма, деді Асан Берікті сақтандыра. Берік орнынан атып тұрып, терезенің алдына барды да жұлдызды аспанға көз тастады. Екеуінде де үн жоқ. Асанның да ұйқысы ашылған. Орнынан тұрды да Беріктің жанына жақындап, арқасынан қағып тұрып: досым қайтейін, сол шүйбеке бастың басқа қыз құрып қалды ма? Айналаңа көз салшы, қыз деген толып жүр ғой, кез келгені сенің бір ауызың сөзіңе зәру. Ана Сара ше, саған ғашық болғалы қанша жыл? Кластасың Нәзира ше, өткендегі отырыста танысқан Мира да сенен кет әр емес. Досым, Шынар сенің теңің емес, сол қызды қоя салшы. Жоқ. Берік жуан жұдырығымен терезенің жақтауын қойып қалғанда Асан селк ете қалды. Мынау есінен адасайын деген екен, деді іштей. Маған олардың бірде-біреуі керек емес. Шынар, маған тек Шынар керек. Шынар менікі болу керек. Менікі болады да, менікі. Берік екі қолымен басын ұстап төсекке отыра кетті. Асан досына қарап сөзін жалғастырды. Онда мені тыңда досым. Шынар үшін бәріне дайынсың ба, деді сұраулы жүзбен. Дайынмын, деді Берік басын көтермеген күйі. Асан Беріктің бейшара болған түрін аяп кетті. Онда неменеге басыңды сонша қатырып отырсың? Ақыры қыз оңайлықпен көнбейді екен, онда зорлықпен көндіреміз. Түсінбей қалған Берік басын жұлып алып Асанға қарады. Сәл ойланып отырды да қуанып кетті. Дұрыс айтасың, молодец досым, деді Берік жүзі бол жайнап. Алып қашамыз. Вот, енді ақылға келдің. Алып қашамыз. Келістік, әкел қолды. Келістік. Екеуі қол алысты. Осындай екі жігіт тұратын аядай бөлмеде жас қыздың тағдыры шешіліп жатты. Мәселенің шешімі оңай табылғанына қуанып кеткен Берік орнынан атып тұрып, Асанды көтеріп алды. Молодец досым, молодец, деді осының арқасынан қағып. Мәселе оңай шешілді. Берік пен Асан Шынарды алып қашудың құйтырқы жоспарын жасауға кірісіп те кетті. Түннің бір уағында табылған шешім 22 күннен кейін іске асты. Ботадай боздатып, Берік Шынарды некелі жары етті. Болған оқиғаны ести сала Қайсар Шынарды алып кетуге 2-3 мәрте келді. Бірақ ақ босаға аттап қойған Шынар Қайсармен жолығуға дәті жетпеді. Беріктен өш алам деп жазым болып жүрер деп Қайсардың жағдайын ойлады. Тіпті болмаған соң Алланың бұйырғанына көнуден басқа шарасы жоғын түсінген Шынар Қайсарға хат жазып жіберді. Іштей: мен шіріген жұмыртқа болдым. Қайсар әлі өз теңін жолықтыруың тиіс. Менің күдер үзу үшін осылай жазуға мәжбүрмін, деп ойлады да қанша қиын болса да бар күшін жинап хат жазды. Мен Берікті бұрыннан сүйемін. Арамызда біраз түсініспеушілік болып екі жаққа кеткен едік. Қайсар, сенің алдында кінәлімін. Мені кешір. Сен бақытты болуға лайықтысың. Қош бол. Хаттың мазмұны осындай еді. Хат қолына тиген Қайсар аласұрып не істерін білмеді. Сенбейін десе Шынардың жазуы, сенейін десе сүйіктісінің бұлай опасыздық жасауы мүмкін емес. Жоқ, бұл жауыз Беріктің ісі. Дәл солай. Осындай оймен қалай да Шынармен ауызба-ауыз сөйлесуге бел буды. Ал Шынарға келсек, оның жағдайы өте қиын еді. Басына әйелдер қинап отырып, ақ жаулық салған соң да кетуге бел байлады. Тек есік аузындағы жасы 70-ке келген әженің сөзі тоқтатып қалды. Қызым,
босаға аттаған қыз түскен босағасын аттап кетпес болар. Берік жаман бала емес, өзің бұрыннан танитын көрінесің. Мен сені ұстамаймын, бірақ босағаның киесі бар дегенді ұмытпа. Басындағы жаулығың сені бақытың шығар. Сені де ақ жаулықты ана туды. Сен де сол босағадан өсіп өндің. Ата-анаңның тәрбиесін аттап өтіп, бізді жерге қаратып кетем десең өзің біл, деді. Беріктің қызды еркінен тыс әкелген жігіті барын кей оны қайдан білсін. Әшейін келін болып түсер әрбір қыздың еркелігі деп ұққан болар, бәлкім. Бірақ Шынар әженің сөзін жерге тастап, босағадан шығып кете алмады. Бар назасын екі көзден алып жылай берді. Қыздың үнсіз жылауын ел көндіге болады. Шашу шашып құтты болсын айтып жатты. Тағдырыма бұйырған осы шығар. Қайтейін, деді көкірегі қарс айырылып. Ата-анадан бір, сүйіктісінен екі айырылған, Құдайға зәрін айтқанымен болар іс болды. Шынар Беріктің некелі жары атанды. Бұл жаңалық Шынардың құрбыларының құлағына да жетті. Ашуға мінген Марал бірден шараны іздеп барды. Оңбаған ақыры Шынарды Берікке қосып тындың ба? Арманың орындалған шығар, деді Марал ызаға булығып. Не деп тұрсың, Марал? Менің бұған еш қатысым жоқ, деп қақталды Шара. Берік сенің кластасың ғой, менің емес. Өткенде екеуінің сөйлесіп тұрғаныңды қыздар көріпті. Бұған не дейсің? Неге сенбейсің? Менің түк қатысым жоқ деймін. Қарғыс атсын сені, саған айтар сөзім жоқ. Осы істерің үшін Берік екеуің жауап бересіңдер әлі, деді де Марал бұрылып жүре берді. Қайтеді енді, құрбысы үшін жаны күйіп бара жатыр. Шындығында Шынарды алып қашуда Шараның да үлесі бар еді. Берік өзінің арам пиғылын іске асыруда Шараның да көндірген болатын. Марал жол бойы ода-додасы шығып жылап келеді. Бейшара Шынар-ай, Беріктің қармағына ілініп кеттің-ау, бағы ашылмаған жаным-ау. Марал бөлмеге келіп өкіріп жылады. Қыздардың бәрі басып айтып жатты. Құрбы қыздары Шынарды іздеп келді. Есіктен кіре бере Марал Шынарды бас салды. Екі құрбы ұзақ жылады. Бір жұмадан кейін Қайсар Шынарды тағы іздеп келді. Берік шаруалармен бір жерге шығып кеткен еді. Қайсар өзін үй иелеріне туысқан ағасымын деп таныстырды. Шешінген судан тайынбас дегендей осы жолы Шынарды қалай да Беріктің тырнағынан босатып алып кетпек. Қайсарды көрген Шынар іші өртеніп тұрса да өтірік айтуға мәжбүр болды. Қайсар, мен хатта бәрін жазып жібергенмін. Өтірік, бәрі жалған. Шынар, сені алып кетуге келдім. Сен мендіксің жаным. Егер қаласаң екеуміз көз көрмес, құлақ естімес жерге кетеміз. Елдің сөзі мені толғандырмайды, деді Қайсар көзіне жас алып. Құшағын ашып Шынарды бауырына басуға ыңғайланып еді. Шынар жігітті итеріп жіберіп кейін шегінді. Сен әлі түсінбей тұрмысың? Мен енді Беріктің әйелімін. Мен оны сүйемін. Түсінесің бе? Мына сөздің аузынан қалай шыққанын Шынар өзі де түсінбей қалды. Қалай болғанда да Қайсарды қорғап қалғысы келді. Өтірік айтасың. Бар шыным осы. Енді мені осы үйдің келінімін. Берік екеуміз үйлендік. Енді біздің мазамызды алма. Біздің бақытымызға кедергі жасама. Берікке де жоламашы, өтінемін, деп жылады келіншек. Қайсар Шынарға таңдана қарады. Қалай танымай келген? Мынау өзінің Шынары емес. Жоқ, бұл Шынардың сөзі болуы мүмкін емес. Шынар, бұл сенің сөзің бе? Сонда екеуміздің? Жоқ, мүмкін емес. Сен тіпті миым жетер емес. Шынар, сен Берік алып қашып кетті ғой. Жаным-ау, саған не болған? Біз Берік екеуміз осылай келіскенбіз. Мен өз еркіммен келдім деймін саған. Қалай түсінбейсің? Ұятсыз, ұяттай жұрда екенсіңдер. Қалай саған сеніп келгем? Берік екеуің бір-біріңе дөп қосылған екенсіңдер. Бақытты болыңдар, деді де есікті тарс жауып шығып кетті. Шынар біреу шапалақпен салып қалғандай диван үстіне сылқ етіп отыра кетті. Көзіне жас та шықпай қалды. Қайсар үй иелерін шай ішіп кет, құда бола дегенінде елең қылмады. Түкке түсінбеген үй иелері қала берді. Бұл жағдайдан хабардар болған Берік қана оның Қайсар екенін бірден түсінді. Шынар ана ғашық сымағың енді келсе айтпады деме, менен жақсылық күтпесін, аяғын сындырам, деді көзі аларып. Шынар Берікке аяй қарады. Ішінен, ой бейшара-ай, Қайсардың тырнағына да татымайсың ғой, деді аларып. Шынар мен Берік қалыпты отбасылар секілді тату-тәтті бір шаңырақ астында тұрып жатты. Тату-тәтті дегені жұрт аузында ғана, яғни сырт көзге солай көрінетін. Сұлу келіншегі бар Берік қандай бақытты дейтін сырт көз. Берік те жүрген жерін той думанға айналдырып жіберетін. Әдемі қоңыр даусымен ән салғанда екі көзін Шынардан алмайтын. Шынар көзін төмен салып үнсіз тыңдап отырады. Бұларды көрген жандар қандай бақытты, жарасымды жұп деп қызығатын. Шынар оқуын бітіріп, қызыл диплом иегері атанды. Берік екеуі қалада пәтер жалдап тұрып жатты.
Берік мектепте музыкадан сабақ береді. Бос уақытында шағын тойларға шығып, асабалық қызмет атқарып жүрді. Шынар да қыркүйек айынан бастап мектепке орналасты. Ата-анасы тәрбиесін көрген өнегелі қыз үйінде тап-тұйнақтай етіп ұстай білді. Тамақты да дәмді жасайтын. Ата-енесі ауылда Беріктің үлкен ағасымен бірге тұрады. Арасында қонаққа келіп жатса, Шынар сәлемін салып, үлкен кісілерді құшақ жая қарсы алады. Ата-ананың қадірін бір кісідей білетін келіншек, үлкен кісілерді құрметтей білді. Беріктің жақсы келген ата-анасы келіндеріне дән риза. Мінездері де, көзқарастары да екі түрлі. Шынар мен Берікті махаббат емес, неке деген қасиетті дүние бір шаңырақ астында тұруға мәжбүр еткен еді. Құдайдың басына салғанына көнуден, мойынсынудан артық ештеңе жоғын Шынар жақсы түсінеді. Қайсар келіп кеткен күннен 10 шақты күн өткенде, Шынар ата-анасының суретін құшақтап отырып әбден жылады. Сағынғанын айтып жылады. Қыз баланың өміріндегі ең маңызды күнінде қасында болмағандарына күйінді. Жандарым менің, қай жақта жүрсеңіздер де мені үнемі қолдап, қорғап жүретіндеріңізді білемін. Жүрегім сезеді. Сіздерді қатты сағындым. Сіздердің жарқын жүздеріңізді сағындым. Шынаржан деген аяулы үндеріңізді сағындым. Әкетайым, анамды қасыңыздан тастамаңызшы. Мен де сіздерге барғым келеді. Неге мені осындай қатал өмірге жалғыз тастап кеттіңіздер? Өміріме енді ғана қуаныш енгендей болып еді. Қайсар сіздердің орындарыңызды жоқтатпас еді. Маған қамқор болушы еді. Әдейі кездескен болар деп едім. Олай болмай шықты. Қайсарды бағыма балап едім. Тағы да ең аяулы жанымнан ажырап қалдым. Неге? Не үшін? Неге менің бағымда ашылмай-ақ қойды? Үйде ешкім жоқ еді. Шынардың көзінің жасы көл болды. Бөлмесінде отырып ұзақ жылады. Қанша отырғаны белгісіз. Бір кезде есін жиғандай болып, құшағындағы суретке ұзақ қарады. Маған Құдай осы жолы дұрыс көрген шығар. Анашым, өзіңіз айтушы едіңіз ғой, есіңізде ме? Құдайсыз құрай да сынбайды деп, егер Берікті маған құп көрсеңіздер, оған да көндім. Қайсарды жүрегімнен біржолата алып тастаймын. Енді Қайсар мен үшін жоқ. Өмірім Берікпен жалғасатын болады. Әкешім, анашым, сіздерді жерге қаратпауға ант етемін. Сіздердің берген тәрбиелеріңізге қылау түсірмес үшін, сіздердің аттарыңызға жаман сөз түймеу үшін мен барымды салатын боламын. Шынар көзінің жасын сүртіп, қанша қиын болса да, енді жыламауға, өзінің келіндік қызметін, әйелдік міндеттерін абыроймен атқаруға ата-анасының суретін алдына сөз берді. Суретті аялы алақанымен сипады да төрге апарып іліп қойды. Берік болса, арман құсын зорлықпен болса да қолына қондырғанына бақытты еді. Ол Шынарды сүйеді, бірақ өзінше сүйеді. Ол махаббатты өзінше түсінеді. Шынардың жан дүниесімен шаруасы жоқ. Қасында жүргеніне мәз. Шынаржан деп жаны қалмайды. Үйге кіріп шыққан сайын Шынарды еркелетіп, қас-қабағын бағып жүреді. Беріктің шектен тыс өбектеуі Шынардың кейде ашуын келтіреді. Қайсарға мүлдем қарама-қарсы жігіттің іс-әрекеті басында ызасын тудырғанмен, бара-бара Беріктің бұл мінезінде де еті үйрене бастады. Шынар Берікке тәнін сыйлағанмен жанын сыйлай алмады. Адамды қинап ғашық қылу мүмкін еместігі секілді, Шынар да қанша тырысса да Берікті жақсы көріп кете алмады. Беріктің келіншегін қанша жерден өзіме қаратамын деген ойы іске аспай қала берді. Берік не істесе де Шынардың күйеуіне іші бір жылымай-ақ қойды. Оны Берік те сезеді. Үйі жинаулы, тамағы дайын, атасына қамқор, күн демей, түн демей келетін достарына да үнемі дастарханы жаюлы. Әрбір жігіт әйелім осындай болса екен дері сөзсіз. Әрбір жігіт армандайтындай-ақ қатынас. Тек жүрек шіркін жылу іздейді емес пе? Берік қанша жерден өзімшіл, менмен десек те, ол да адам баласы. Оған да жылу керек. Оған да әйелдің махаббаты жетіспейді. Басында менің махаббатым екеумізге жетеді дегенмен де, уақыт өте келе оның жеткіліксіз екенін түсіне бастады. Шынарға бетпе-бет ештеңе айта алмаса да, соңғы көздері ашуын өзгеден алатынды шығарды. Жұмысында да болмашы дүниеге шу шығаратын, үнемі шатынап жүретін болды. Соңғы кездері үйге қонбайтын әдет шығара бастады. Бірақ Шынарға бәрібір сияқты көрінетін. Іздегісі келмеді ме, әлде күйеуінің еркіндігін шектегісі келмеді ме, ол жағы тек Шынарға ғана аян. Берік үйге қонбай қалса да, әйелдік мінезге салынып шу шығармайтын, тіпті қайдан келгенінде де сұрамайтын. Бұл Беріктің одан сайын ашуын туғызатын. Шынар тек құрсағына біткен баласы үшін өмір сүріп жүргендей еді. Шынардың аяғы ауыр екенін естіген Беріктің қуанышында шек болмады. Бала үшін емес, Шынар үшін қуанды.
бойына бала біткен соң Қайсарды мүлдем ұмытады деп сенді. Беріктің есіне Қайсар түссе төбе шашы түк тұратын. Ал Шынар болса, бойына бала біткен күннен бастап өзгере бастады. Өмірге өкпелі келіншектің құрсағындағы бала өмірге деген құлшынысын қайта оятқандай болды. Берікке деген бұрынғыдай немқұрайлы қарамай, баламның әкесі деп қарады. Алланың қалауымен Шынар аман-есен қыз босанды. Қуанышы қойнына сыймаған Берік оқыс ұсыныс айтты. Шынаржан, қызымызға сенің ананың есімін қойсақ қалай қарайсың? Беріктен мұндай ұсыныс күтпеген Шынар шын қуанды. Беріктің шынайы ниетіне риза болды. Көп рахмет, Берік, деді алғаш рет күйеуіне күлімсірей қарап. Жаным менің, деп Берік келіншегінің маңдайынан сүйді. Қызы дүниеге келген күннен бастап Шынар өмірге қайта келгендей болды. Бар аналық махаббатын Жамалына беруге тырысты. Қызы дүниеге келгеннен кейін отбасымыз басқаша болар, Шынардың жүрегіне жол табамын деген Беріктің үміті ақталмады. Өйткені Беріктің бір жақсылығын екінші әрекеті жуып шайып кететін. Шынар күйеуінің мінезін түсінбей-ақ қойды. Асты үстіне түсіп, жап-жақсы болып жүреді де, бір кезде аяқ астынан түлен түрткендей өзгеріп шыға келеді. Қызы дүниеге келген соң, оны бәріне Шынар бас қатырмады. Бар ойы тек қызында ғана болды. Берікке деген қарым-қатынасы мәз баяғы қалпында қалды. Желікпей өмірге үйренген Берік қайтадан қыдыруды шығарды. Үйге қалған уақытында келеді. 2-3 күн үйге қонбай кетуді әдетке айналдырды. Шынар кейде Беріктің ақ көйлегінің жағасын, әйелдің талабын ізін байқайтын. Киімдерінен әйел иіс-суының иісі шығып қалатын. Соның бәріне Шынар көз жұма қарады. Берік соңғы кездері тіпті аузынан арақ иісі бұрқырап, аяғынан тәлтіректеп әрең келетін. Есіктен кіре бере, қатын, әй қатын деп әкіреңдеп тұрғаны. Тыныш баланы оятасың деген Шынардың сөзін елең қылар Берік жоқ. Ой әкең, Шынар есікке әрең жеткен күйеуін сүйемелдеп төсекке жеткізеді. Берік төсекке басы жетсе болды, қорылға басады. Осындай оқиға соңғы кезде жиілеп кетті. Сөйтіп жүріп жұмысынан да шығып қалды. Жұмысқа 2-3 рет арақ ішіп барған екен. Мектеп басшысы жұмыстан шығарып жіберіпті. Жұмыстан айырылған Беріктің ендігі кәсібі достарымен қыдыру, ойын-сауық құру, өле мас болып үйге оралу. Тіпті соңғы кездері Шынарға қол көтеруді шығарды. Қасындағы жолдастары айтақтап жіберетін болу керек. Ішіп келген күні әр нәрсені сылтауратып Шынарға тиісетін болды. Ішкен адаммен байланыспайын деп үндемесе, үндемедің, тіліңді жұтып қойдың ба? Әлде мені менсінбей отырсың ба? Жоқ, әлде сол баяғы байыңды ойлап жүрсің бе? Деген сияқты айыптауларды көбейді. Отбасының берекесін сақтау үшін Шынар бәріне шыдап бақты. Тіпті Беріктің ата-анасына да ештеңе білдірмеді. Қариялардың көңілін түсірмейін деп ойлады. Оның түсініп жатқан Берік жоқ. Көп ұзамай Шынар 2-ші мәрте ана атанып ұлды болды. Берік ұлды болдым деп ұлымды жуамын деген сылтаумен ішуді тіпті жиілетті. Отбасының қаржылық жағдайы да мәз емес. Күнде ішіп жүрген соң асабалық жұмысы да жайына қалды. 1-2 рет біреулермен байланысып қалғандықтан той-томалақ жүргізуге ұсыныс та түспеді. Шынар мен күйеу баласының пәтерде жүрген ағасы Қалиға қатты батты. Әйелін 1 аптаға жас босанған Шынарға көмектесуге жіберді. 2 баламен қиналып қалған шығар. Анасының орнына жоқтатпай, біраз уақыт қасында бол. Құдағидың да жасы келген, оның өзіне қарайтын адам керек. Күйеу бала да жұмыста. Ана байғұс қыз 2 баламен қайтып жүр екен. Сен барып қайт, деді Қали келіншегіне. Жеңгесінің келгеніне Шынар қуанып қалды. Бірақ жеңгесіне қайын сіңлісінің жүзі сынық көрінді. Жас босанғаннан болар деп топшылағанымен көңілінде күдік кетті. Беріктің әртістік шеберлігі мықты емес пе? Шынардың жеңгесі келгенде одан момын, одан қамқор, одан бақытты адам жоқтай көрінді. Шынардың асты үстіне түсіп, жеңгесі кеткенше үйден шықпады. Қыдыруын да қойды. Жұмыстан шығып қалу себебінде жасырып қалды. Әділетсіздікке төзе алмадым. Содан кім жаман? Берік жаман болып, белая ворона болып шыға келдім. Мына өмірде әділетсіздік жоқ. Соған күйінем. Ондай жерде жұмыс істеп, нәпақа таппай-ақ қойдым. Балаларыма адал асты жегізгім келеді. Жұмыс кез келген жерде табылады маған. Жақында бір танысым жақсы бір қызмет ұсынды. Соны ойланып жүрмін, деп бөсті. Жеңгесі іштей, не деген адал жігіт. Шынардың бағы беселі екен. Ана біздің қыздың жүрісі анау. Не бай жоқ, не жұмысы жоқ. Осыларға жақсы жігіт жолға кетеді әйтеуір, деп ойлады. Беріктің зуылдақтығына өтірік қосып сөйлейтініне еті үйренген Шынар үндемеді.
Үйде азық-түлік алуға да ақша қалмағанынан жеңгесін білдіргісі келмей, пәтер иесінен 10 шақты күнде тауып беремін деп біраз ақша алды. Дастарханын жайнатып қойды. Көршісі әрі үй иесі жасы 50-ден асқан орыс әйел еді. Есімі Валентина. Бәрі тетя Валя деп атайды. Күйеуі Валера да өте жақсы адам. Екеуі де бұған Чинарочка деп, доча деп жаны қалмайды. Шынардың жағдайын жақсы біледі. Өздерінің иті мен мысығына да басқа ермегі болмаған соң, Шынардың қызы Жамалды жақсы көреді. Тетя Валясы тәтті тосабы мен жапқан банкаларын, тұздалған капустасын әкеліп береді. Беріктіктің де іс-әрекетін күнде көздерімен көріп жүр. Берік Шынардың шырылдатып ұрып жатқанында осы тетя Валя мен дядя Валера келіп ажырататын. Ты дурак, Берік, у тебя такая красивая жена, дейді. Жалғасы бар.